Көбіміз «Назад в будущее» не болмаса «Эффект бабочки» атты фильмдерді көрген шығармыз. Бұл фильмдерде кез келген ірі не болмаса кіші оқиға болашаққа қатты әсер ететіні нақты көрсетілген. Бүгін болса мен сіздерге Қазақстан тарихына елеулі ықпал еткен оқиғаларды айтып беремін. Әрине, тарихымыздың әрбір кезеңі өте маңызды, тіпті кіші оқиғаларды. Мысалы, бір болсын шайқасқа батырымыз кешігіп қалса, тарихымыз да басқа болушы еді. Хей, шайқасқа бармайсың ба? Ойбай, бәрібір басында жекпе-жек болады, анау-мынау болады, асықпай барсам түк етпейді. Уақыт өткеннен кейін. О-о. Әрине, осындай жағдай болмаған шығар, себебі батыр болу ол үлкен жауапкершілік. Ал енді ірі оқиғаларға көшсек. Климаттың өзгеруі. Тарихымызға елеулі әсер еткен ол климаттың өзгеруі. Пах, біздің климат қандай керемет? Су көп, шөп көп. Түй елки, біреудің көз тиді. Біздің заманымызға дейін 2000-3000 жыл бұрын қазіргі Қазақстан жерінде климат өзгерген. Климат өзгергеннен кейін көшпелі өмір салтын жүргізетіндер одан сайын көп бола бастады. Нәтижесінде тайпалар пайда болып, олар өзара одақтасып, мемлекет дәрежесіне де жетті. Көшпелі өмір салты толықтай қалыптасты. Ол кездегі салт-дәстүрлер бүгінгі күнге дейін жетті. Қорытындылай келсек, климаттың өзгеруі тек өмір салтына ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік құрылымға да қатты әсер етті. Бүгінгі күнде кейбір салтымыз, тіпті біздің привычкаларымыз көшпенді өмір салтынан қалған. Мам, пап, қайтадан көшеміз ба? Талас шайқасы. Келесі оқиға ол Атлах, не болмаса Талас шайқасы. Осы шайқас жайлы қысқаша айтып кетейін. 751 жылы әлемде екі үлкен мемлекет болған. Бірі Тан империясы, яғни Қытай, екіншісі Аббас халифаты, яғни арабтар. Қазақстан жерінде ол кезде Түргеш қағанаты және Қарлықтар болған. Түргеш қағанаты арабтарды жақтаса, Қарлықтар ол кезде Қытайларды қолдаған. Айтпақшы, сол кезде Қарлықтар әлі мемлекет дәрежесіне жетпеген еді. 751 жылы Талас өзенінің бойында, нақтырақ айтсақ, қазіргі Қазақстан мен Қырғызстан мемлекеттерінің шекарасында арабтар мен қытайлар арасында 5 күндік шайқас болады. Екі әскер күші ауқатты әрі мықты болған. Бірақ Қарлықтар шайқас кезінде Қытайлардан кетіп, арабтар жағына көшіп кетеді. Нәтижесінде арабтар жеңеді. О, Қарлықтар, сендер бізді қолдайсыңдар ғой. Походу бізді емес. Сол кезден бастап Орталық Азияда ислам діні кеңінен таралады. Бүгінгі күнінде ислам діні Орталық Азиядағы ең тараған дін болып саналады. Қазақ халқының мәдениетіне де, тіліне де қатты әсер еткен. Осы шайқас жайлы толығырақ білгіңіз келсе, лүпіл басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Ал мен ары қарай кеттім. Тарихымызға тағы да бір қатты әсер еткен оқиға ол Шыңғысханның саясаты. Мынау Шыңғысханға дейін Евразияның картасы. Ал мынау Шыңғысханнан кейін карта. Шыңғысхан ол кезде тек Қазақстан тарихына ғана емес, тіпті әлемнің тарихына елеулі ықпал еткен. Ол көптеген түркі тайпаларын және моңғол тайпаларын өз айналасында жинап, әлемнің жартысын жаулап алған. Шыңғысхан саясатының нәтижесінде мемлекеттік құрылым өзгерген, тіпті ру тайпаларының да құрамы да өзгерген. Оны тіпті генетика ғылымы да дәлелдеген. Шыңғысханның ұрпақтары көп мемлекеттердің билігінде отырған. Мысалы, Алтын Орда, одан тараған Қазақ хандығы, Сібір хандығы, Қазан хандығы, Қырым хандығы және тағы басқа елдердің билігінде Шыңғысханның ұрпақтары отырған. Қайырлы кеш, таң немесе күн, ол мен тарих-марих, менің есімім Мейірман. Жалпы осы арнаға видео шықпағалы кәдімгідей көп болды. Сол үшін де егер де арна дамысын десеңіздер, осы бейнені барынша таратсаңыздар болады. WhatsApp группаларға, WhatsApp сторисқа, Instagram сторисқа, Telegramға кез келген жерге жібере берсеңіздер болады. Сонымен қоса арнаны қаржылай да қолдай аласыздар. Барлық ақпарат бейненің астында. Ал енді ары қарай көрейік. Қазақ хандығының құрылуы. Енді Қазақ хандығының құрылуы жайлы айтып өтпесем қате болады. Кезінде Керей мен Жәнібек Моғолстан жеріне көш аударып Қазақ хандығын құрған еді. Осы кезден бастап әлемдік картада Қазақ мемлекеті пайда болды. Аңырақай шайқасынан кейін қазақтардың бірікпеуі. 1726 жыл. Ордабасы жері. Жоңғарлар бізді әбден шаршатты. Не істейміз? Бірігейік. Біз қазақпыз, біз біргеміз. 4 жыл өткен соң. Ал жоңғарларды жеңдік, құтты болсын. Жарайды, ендеше мен кеттім, ана жақта шаруаларым бар. Мен де кеттім. Тоқтаңдар. Хей! Сонда кім бүкіл қазақтың ханы болады? Хей!
Иә, шынымен критикалық кезде қазақтар бірігіп, Әбілқайыр ханды қолбасшы деп сайлап, жоңғарларды жеңеді. Алайда жеңгеннен соң бірігіп бір ханды сайлай алмайды. Ол кезде өте мықты Әбілқайыр хан, Әбілмәмбет хан, Барақ, Сәмеке, Жолбарыс хандар, сонымен қоса беделі жаңа ғана өсіп келе жатқан Абылай сұлтан болған еді. Бірақ өкінішке орай Тәуке ханның кезінде олар бір ханды таңдай алмайды. Осының кесірінен мемлекеттің бірыңғай басқару жүйесі болған жоқ. Нәтижесінде 1740 жылдары жоңғарлар жаңа күшпен қазақ жеріне жорықтар жасайды. Біздің мемлекетіміз әжептәуір әлсірейді. Қазақ хандығының толықтай дерлік Ресей империясының қол астына өтуі де осының кесірі деуге болады. Тек Абылай ханның кезінде ғана қазақ хандығы аз уақытқа болса да қайта бірегей жүйесі бар мемлекетке айналады. Күш бірлікте деген осы. Тарихымызға тағы бір қатты әсер еткен оқиға ол Совет үкіметінің орнатуы. Совет үкіметі кезінде елімізде көптеген қайғылы оқиғалар болды. Біздің зиялылар қуғынға ұшырады. Өз тіліміздегі мектеп пен оқу орындары өте аз болды. Тіпті Наурыз мейрамында ұзақ жылдар бойы тойланған жоқ. Наурыз көже болмайды. Неге? Себебі ол діни мейрам. Ол діни мейрам емес, ол біздің салтымыз. Болмайды. Иә, шынымен де ашаршылық, екінші дүниежүзілік соғыс, желтоқсан оқиғасы барлығы да Совет үкіметі кезінде болды. Совет үкіметінің кесірінен болды. Сонымен қоса, жақсы жақтарында айтып кеткен жөн. Ол кезде көптеген заводтар, жолдар салынды. Совет үкіметі кезінде тұрған ата-бабаларымыз еліміздің көркеюі үшін көп еңбек етті. Басқа тілде болса да көптеген азаматтарымыз білім алды, сауат ашты. Иә, мүмкін Совет үкіметі орнамаса да білім алып заводтар салушы едік. Бірақ болған іс болды. Тек содан сабақ алуымыз керек. Қазақстанның тәуелсіздігі. Әрине, қаншама жылдардан кейін тәуелсіздігімізді алу ол шынымен де тарихи сәт. Қазірде еліміз тарихи кезеңді басынан өтіп жатыр. Ең бастысы осындай кезде еңбек етіп, өзімізді дамыту. Өзімізді дамытсақ, мемлекетіміз де дамиды. Өткенде жіберген қателіктерді жібермеуге тырысу керек. Кем дегенде осы бейнеге лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер деп техничный өзім жайлы да айтып кетейін. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен болған Тарих Марих. Адалдық берсін асына, амандық берсін басына, пока-пока дей бермей, бердім бата соңында. Әумин.